инабат, мінезі байыпты, кіршексіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, шайқама қайықты, әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбең қайылды, ақыл мен мінезін өзіңе сайғытты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі инабат, мінезі байыпты, кіршексіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, шайқама қайықты, әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбең қайылды, ақыл мен мінезін өзіңе сайғытты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты, кіршексіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, шайқама қайықты, әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбең қайылды, ақыл мен мінезін өзіңе сайғытты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты, кіршексіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, шайқама қайықты, әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбең қайылды, ақыл мен мінезін өзіңе сайғытты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Алып жүргенде шипа берсін. Аман болыңдар. Жаңағы айтады екен ғой, денсаулыққа бірінші жаңағы көңіл, күлкі керек, настроение жақсы болу керек дейді ғой. Дұрыс. Сондай болса, әр үйде жақсылық болсын, жаңағы немерен қызығын көрейік бәріміз. Ағалары, балалар болса, мен балаларды сыртта жүргенде көбіне сөйтіп Құдайдан тілеймін. Ал қыздар болса, бір бауырмашыл, мейірімді аналар қасында болып, білмеген үйретіп, балаларымыздың көбі сыртта жүреді ғой енді, жұмыс бабымен, оқу бабымен. Сондай бір жақсы коллективтер кездессін, жақсы ортада өссін. Құдай соған бұйырсын балаларымызды. Бәріне ақ жол тілеймін. Баланың бақыты, ананың бақыты ғой. Сонымен бақыттымыз бәріміз. Алла тағала басымызды осы растқымыз бүгінгі күнге түсіп отыр екен, ауыз ашып, осындай көктем мерекесін бірге қарсы алып, сол жақсы күнде кездесіп отырмыз. Сол қыздар жақсылық тілеймін, осындай күліп ойнап жүре беріңдер, Алла тағала шипа берсін, жақсылық қана болсын. Бұрыннан келе жатқан жолдастарымыз ғой, уже бір 50-40 жыл болып қалған шығар енді. 42 жыл болды. Осындай жолымыз әрқашанда жазылмасын, енді бірге жүрейік, әрқашанда қуанышымызды немізді бөлісіп жүре берейік.
енді былай да бөлісіп жатырмыз ғой, той домалақ. Біз бәріміз бірге жүреміз. Не айтам, барлық сол жақсылық деймін сендерге. Аман есен болыңдар. Арамызда сырқаттап жүрген адамдар бар, солар кішкене жазылып кетіңдер. Шипа берсін. Амин. Аман есен болыңдар. Сәлем. Қыздар, 8 март мерекелерің құтты болсын. Бәріңе жақсылық тілеймін. Әрқашан осыдан дастарханда бәрін жинала беріңдер. Бәріңе сәлем. Бәрі күшті. Құрметті достарым, мына бүгінгі біздің жігіттерімізге, отағаларымызға рахмет біріншіден. Өстіп бізді еркелетіп, өстіп әдемі қылып жандарына ертіп, біз осындай отырысқа алып келген біздің жолдастарымыз, күйеулерімізге рахмет. Енді бір кездері біз бір үйдің еркелетіп өсірген қыз едік, одан бой жеттік, өзіміздің жүрегіміздің қалауымызбен міне бір жар таптық, одан балалы болып абзалана болдық. Балаларымызды өсіріп, жеткізіп, оқытып, үйлендіріп, қызымыз ұзатып, ұлдарымызға келін түсіріп, немере болып, асына әже болдық мінекей. Ендігі осы Алла тағаланың берген өмірінде күліп ойнап, денсаулығымыз мықты болып, араласып, құраласып, өстіп, аман есен жүре берейік, заманымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Көктемнің алғашқы мейрамы дейді. Көктемде құлпырып, жаздай жадырап дейді. Сол жүре беріңдер. Әрқашанда жігіттеріміз еркелете берсін бізді. Жаңа Толқын айтқандай, балаларымыз, бауырымыз бүтін, балаларымыз аман есен болып, соларда тек қана қуаныш болсын, солар арқылы қуаныш көріп, соны бәріміз бірге тойлап жүре берейік.